Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Сонымен кеше Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы мәлімдеме жасағанын естіген боларсыздар. Сөйлеген сөзінде ол коронавирус карантины кезіндегі бюджет ақшасы қайда жіберілетіні туралы айтып, олардың ішіндегі бір жақсы жаңалық 42.500 теңге көмек алуға қақыл адамдардың тізімі кеңейтілгенін айтты. Енді сіз ресми еш жерде жұмыс істемесеңіз де жәрдемақы алуға өтініш бере аласыз. Бірақ оны егов арқылы ғана істеуге болады. Оны қалай жасау керектігін және басқа жәрдем туралы осы видеода айтатын болам. Кеттік. Бастамас бұрын біздің каналдың әрі қарай шығуына ат салысып жүрген жарнама берушілеріміз туралы бір-екі ауыз сөз. Соңғы 15 жылда экономиканың біресе көтеріліп, біресе құлдырағанына және пара алушылыққа қарамай, біздегі жұмыссыздық 5%-дан аспайды деп келген билік коронавирус келіп, мұнай арзандап, теңге құнсыздана бастағанда ғана теледидардан қанша уәде беріп, әдемі сөйлесе де, ол халыққа тамақ болмайтынын түсінді деп үміттенеміз. Төтенше жағдайдан соң ақысыз еңбек демалысына шыққан тұрғын ертең күніне алаңдайды. Ал сарапшылар коронавирусқа байланысты жарияланған төтенше жағдай мен теңге девальвациясын Қазақстан экономикасына қатар тиген екі соққыға теңейді. Дағдарыстан кейін алға отбасылық байланыстар мен акиматтағы таныстар емес, нағыз білімділер шығады. Тек қолында жақсы білімі бар адамдар жақсы жұмыс тауып, жақсы кәсіпкер бола алады. Әсіресе ағылшын тілін білу осындай кезде өте маңызды. Карантин кезінде егер үйде отырып қалсаңыз, уақытты босқа өткізбей, жаңа тілді меңгеріп алыңыз. Оған сізге керемет онлайн сервис біздің достарымыздың Rocket Study мектебі көмектесе алады. Бұл мектептің ең басты артықшылығы оқытудың арзан бағасы мен мықты сапасы. Одан басқа сіз жеке немесе басқа адамдармен бірге сабақ ала аласыз және онымен ғана шектелмей, өзіңіздің мұғаліміңізді өзіңіз таңдай аласыз. Оның үстінен, егер сіз Rocket Study мектебіне «За нами уже выехали» каналының атынан келдім десеңіз, қосымша 20% жеңілдік беріледі. Өзіңіздің деңгейіңізді білу үшін Rocket Study сайтын ашып, тегін онлайн тест тапсырып көріңіз. Rocket Study мектебінің сонымен бірге YouTube арнасы да бар. Олар ол жерде тек ағылшын тіл сабақтарын ғана емес, сонымен қатар әр түрлі салалардағы машықтарыңызды дамытатын видеоларды салып отырады. Міндетті түрде жазыла отырыңыз. Онымен қоса Rocket Study қазір мықты ағылшын тілі мұғалімдерін іздеуде. Егер сіздің деңгейіңіз бен біліміңіз жеткілікті болса, жұмыс керек болса, өтініш жіберіңіз. Кез келген дағдарыс жаңа мүмкіндікке жол ашады деген пікір бар. Егер өзіңіз немесе балаларыңыз жақсы жұмыс тауып, тіпті басқа елге барып оқимын деген ойлары болса, онда Rocket Study сіздің өміріңізді жақсарта алатын осындай тиімді мүмкіндіктердің бірі. Барлық сілтемелер осы видеоның астында, міндетті түрде қарай отырыңыздар. Ал біз сонымен Тоқаевтың сөйлеген сөзіне қайта оралайық. Алдымен көп адамды алаңдататын бір сұрақ 42.500 теңге, және оны кімдер ала алады? Алдымен оның тікелей айтқанын келтірейін. Енді 42.500 теңге көлеміндегі осы көмекті алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырамын. Соған орай бұл қолдауға өзін-өз жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады. Бұл көмек берілген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі. Жалпы 3 миллионға жуық азаматтарымызға қолдау көрсетіледі. Сонымен қатар тұрмысқа қажет заттар мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатары көбейеді. Атап айтқанда, мұндай көмекті мүгедектер мен жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарда иеленеді. Оған қалай тапсыра аламыз? Біздің түсінгенімізше, ол үшін келесідей қадамдарды жүзеге асыру керек. Біріншіден, бірыңғай жиынтық төлемін төлеңіз. Қалада ол 2651 теңге, ауылдық жерде 1325 теңге. Мұны Қазақстан Халық банкі, Форте банк, Сбербанк, Жусан банк, Банк Центр несие, Каспий банк банктерінің ұялы қосымшаларында, сондай-ақ банктық филиалдарда және Қазпошта арқылы, сондай-ақ SMS арқылы төлеуге болады. Екіншіден, егов порталына электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып кіріңіз. Үшіншіден, оң жақ жоғары бұрышында өз атыңызды және қалқымалы мәзірді оқыңыз. Электрондық қоңыраулар тармағын таңдаңыз. Төртіншіден, онлайн қызметке тапсырыс беру түймесін басыңыз. Толық нұсқаулығына сілтемені осы видеоның астына қойып қоятын болам. Ол Қамшы.kz сайтында берілген. Мұқият оқып, қарап шығыңыздар. Сізге міндетті түрде сол төлемді бір рет төлеп, одан соң егов арқылы өтініш беру керек. Одан басқа қандай көмек берілетін болады? Тұрмысқа қажетті заттар мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатары көбейеді. Атап айтқанда, мұндай көмекті мүгедектер, жұмыссыз тіркелген азаматтарда иеленеді. Тегін азық-түлік 800 мыңнан астам адамға беріледі. Одан басқа инфляцияның артуына байланысты зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы және АЭК
10%-ға индексацияланады. Осыған орай 200 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Одан басқа міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша сақтандырылмаған азаматтардың медициналық көмек алу құқығы 1 сәуірден 1 шілдеге дейін ұзартылады. Одан басқа кәсіпкерлерге көмек беру туралы да айтылады. Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың өнімін кем дегенде 6 ай бойы кепілді сатып алу тәртібін жолға қою керек. Және шағын және орта бизнес өкілдерінің биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы төлеу қорының ұсталатын салықтарда босатылады. Ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге де қолдау үшін 70 миллиард теңге бөлінеді. Сонымен қатар дизель жарнамайының нарықтық бағасын 15%-ға арзандатылып, 165 теңгеге дейін төмендетілетін болады. Одан басқа Тоқаев жекеменшік банкілер иелеріне де біз сіздерге кезінде көмектестік, сендер де бізге көмектесіңдер деген сынды үн білдірді. Естеріңізге сала кетсем, көптеген банкілер несиелерді төлеу 3 айға тоқтатылды дегенмен, шындығында жағдай олай емес болып шықты. Сонымен Тоқаевтың айтқан сөздері сол. Басқа елдердің мемлекеттерінің істеп отырғандармен салыстыруға келмейді әрине. Бірақ коронавирус індетінің келуінің арқасында біздің билік халыққа көмектесе бастауы да бір жағынан қызықты жағдай. Биліктің жасап отырғандары тек жыртықты жамау ғана екенін ұмытпаған жөн. Елдегі жағдайды жақсарту үшін үкімет күрделі реформаны жұрт сенімін ақтайтындай етіп өткізуі тиіс. Қазір біздің үкіметке құрылымдық реформалар жасауға мүмкіндік туды. Мысалы 2015 жылғы девальвациядан кейін бізде билік жекешелендіру туралы көп айта бастаған. Мұнай бағасы қолайлы қалыпқа келгеннен кейін ол әңгімені мүлдем ұмытты. Соңғы девальвациядан кейін 5 жыл өтсе де біз келесі девальвацияға еш дайындықсыз келдік. 2017 жылы Экспо 2017 көрмесін өткізіп, кейін тұрғын үй құрылысына белсенді түрде инвестиция салды. Осылайша бар қаржыны қосымша кіріс әкелмейтін салаларға жұмсап, өндірісті дамытуға көңіл бөлінбеді. Қазір үкімет қай салаға басымдық беруді қайта ойлану керек. Қыруар ақша тұрғын үй құрылысына кетіп жатыр. Егер алдағы 6 ай я 1 жылға дейін жұмыс тоқтап, жұмыссыздық көбейсе, ол үйлерді сата алатын адам болмайды. Сондықтан бюджет қаржысын алдымен қайда жұмсау керектігін жақсылап тұрып ойланған жөн. Әрине, мәселе уақытқа да тіреледі. Кәсіпкерлердің бұл несиені тездетіп алып, қажетті құрал жабдығын қойып, өндірісті жылдам іске қосуы екіталай. Сондықтан ұлттық қор таусылып, өндірісті іске қосып үлгермейтін жағдайда үкіметтің балама жоспары болғаны абзал. Ұлттық қор сияқты қорымыздың болғаны жақсы әрине. Ол жақтан қазір 1,5 триллион ақша алыныпты. Бірақ экономикадағы қазіргі ерекше жағдайды ескерту қажет. Коронавирустың әлі қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Ауру 6 ай, тіпті 1 жылға дейін жалғасуы мүмкін деген болжамдар да бар. Ал оның барлығы мұнай бағасына әсер ететіні сөзсіз. Қазақстан үшін бұл ұлттық қордың қаржысы жұмсалады дегенді білдіреді. Бір баррель мұнайдың бағасы қазірдің өзінде $30 төмен. Ол дегеніміз ұлттық қорға ақша түспейді дегенді білдіреді. Осы тұста Казатомпром компаниясының бұрынғы вице-президенті Рүстем Тұрсынбаевтың сөзінен үзінді келтіре кетейін. Тоқаевтың ұсыныстарын талдап көрейік. Оны қазір мақтап жатқандар көп. Бірақ шын мәнінде оның ұсыныстары нені білдіреді? Бірінші, Қазақстан алғашқылардың бірі болып шара қолданды. Және ТЖ-ның арқасында біз коронавирустың бақылаусыз таралуын болдырмадық. Ол қандай шаралар? Танкілер вирусты тоқтатты ма? Дәріханаларда әлде қарапайым маскалар жоқ екенін бәріміз білеміз. Сонымен қатар вирус анықталғаннан кейін 2 айдан кейін Қытаймен тікелей байланыс болды. Аптасына 24 рейс. Екінші, біріншіден мен зейнетақылар мен әлеуметтік төлемдерді, оның ішінде атаулы әлеуметтік көмекті 10%-ға индекстеуді тапсырамын. Ең төменгі зейнетақы 38 мың теңге, ал енді 41 мың теңге болады. Сонымен қатар инфляция жылына 30-40%-ды құрайды. Айына 3 мың теңге қосымша, немесе күніне 100 теңге. Зейнетақы доллармен белгіленуі керек. Үшінші, көктемгі егу жұмыстарын уақытылы жүргізу маңызды. Бұл үшін 70 миллиард теңге бөлінді. Соңғы қарыз алушылар үшін мөлшерлеме 5%-дан аспау керек. Қосымша 100 миллиард теңге жіберуді тапсырамын. Көктемде егу жұмыстарын жүргізу қажет екендігін жаңа білгендей болып отыр. Бүкіл әлем бойынша ауыл шаруашылығымен айналысатындарға несие проценті 0-ге дейін төмендетілді. Қазақстанда керісінше 12-15%-ға дейін өсті. Енді оны 5%-ға төмендету мүмкіндігі қарастырылған. Сондай-ақ президент ауыл шаруашылық тауар өндірушілер үшін дизель отынының бағасын 165 теңгеге немесе 15%-ға дейін төмендетуді тапсырды. Оған 100 миллиард теңге бөлінді. Кулибаевке бағаны 24 теңгеге төмендету үшін 100 миллиард теңге берілетін болды ма? Мұнайдың төмендеуінен кейін бүкіл әлемде жанармай бағасы онсызда 2-3 есе төмендеді. Оған неге ақша төлеуіміз керек? Қорытынды. Назар аударуға тұрарлық емес. Бұрынғыдай әңгіме жалғасуда. Сонымен қатар бұл ұсыныстар ғана. Бұл іс жүзінде қалай болатынын білесіздер.
Біздің алдымызда қазір негізгі 3 сынақ бар. Біріншісі инфляция, яғни бағаның қымбаттауы. Екіншісі жұмыссыздық. Егер төтенше жағдай режимі созылса, қызмет көрсету секторында жұмыссыздық өседі. Және үшіншісі девальвация. Бізде әзірге теңгені құнсыздандырудан сақтайтын сыртқы факторлар жоқтың қасы. Мұнай бағасы әлде арзандап жатыр. Ал ұлттық банк қорындағы ақша теңге бағамын ұстап тұруға жетпейді. Ал ең бастысы, билік басындағылар қазір ақшаны экспо секілді жобаларға оңды-солды шашуды доғарып, пара алушылармен күресті қатайту керектігін түсіну қажет. Сіздерге берер кеңесім баяғыдай, барынша ауру басылғанша үйден шықпауға тырысып, және қалдырмай тездетіп 42.500 теңге алуға өтініш тапсыру, және өзіңіз ғана тапсырып қоймай, барлық туыс-жарларыңызға айтып, осы видеоны жіберіңіздер. Ал бүгінге осы, сіздермен болған Әсем Жапишева. Назарыңызға рахмет, амандықта, көріскенше.